Оқушылар, бүгінгі біз сабағымызда шарды және цилиндр сонымен қатар конусты салатын боламыз. Ең бірінші шарды салудың үлгісін сіздерге көрсетейін. Ол үшін бізге фигуралардың ішінде круг қажет болады. Кругты жай ғана саламыз. Пайда болған бірінші кругтың повернуть батырмасы арқылы біз кругымызды тігінен қоюымыз қажет болады. Тігінен қою арқылы бір дөңгелегімізді жасап алдық. Енді екінші дөңгелегімізді сызайық. Бұлай жасап алғаннан кейін переместить ету арқылы екінші дөңгелегімізді ішіне орналастырамыз. Пайда болған дөңгелектің жарты бөлігі бізге қажет емес, сол үшін линия құрап. Жарты бөлігін алып тастаймыз, кетіргіш құралы арқылы. Одан кейін инструменттер бөлімінен едене құралын таңдау арқылы шарды сызып шығатын боламыз. Көз алдарыңыздан шар сызылды. Енді бізге конусты жасау керек. Конусты жасау үшін дөңгелекті аламыз. Қарапайым ғана дөңгелекті алып, линия құралының көмегімен тік бұрышты үшбұрыш сызамыз. Байланыстыру арқылы тік бұрышты үшбұрыш сызамыз. Тік бұрышты үшбұрыш сызғанда осылай ақ бөлікке бөліну керек. Ақ түске содан кейін барып инструменттер бөлімінен едене таңдау арқылы конусымызды жасап шығатын боламыз. Көз алдарында конус жасалып шықты. Үшінші бізде цилиндр, ол үшін бізге жай ғана дөңгелек қажет. Сол дөңгелекті созу батырмасы арқылы жоғары көтерсек жеткілікті. Міне біздің шарымызда, конусымызда және цилиндрімізде пайда болды.